Сәлематсыздар ма достар? Мен бүгін сіздерге Әзербайжан халқының лаваштың ішіндегі шах пловын жасап көрсетемін. Біздің есімізге плов десек, ташкентский, өзбекский плов есімізге түседі, ал негізінде олай емес, тек қана ол өзбек халқының плов емес, әр халықтың өзінің пловтары болады. Соның бірі мына шах плов Әзербайжан халқынікі. Оны жасау үшін біз бірінші сковородкаға көргендеріңізде маргарин саламыз. Сармайдың орнына маргарин болған жақсы бұл жолы. Соған пиязды 2-3 минут қуырамыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып, қасындағы қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздерге бірінші хабарлама келіп тұрады менен шыққан жаңа видеолардан. Оның үстіне міне сәбізді саламыз. Сәбіздің турағанын қараңыздар. Осындай етіп турағанымыз абзал, себебі плов ішінде бұл әдемі болып көрініп тұрады. Осылай туралу керек. Міне оны біз қуырмаймыз, пассеровать дейді ғой, жұмсартып осындай күйге келтіреміз де басқа ыдысқа салып қоямыз. Ал жаңағы сковородкаға, сол сковородканы босатып алып, етімізді саламыз. Етімізді кішкене қуырып, үстіне бір қасық қана, бір ас қасық сұйық май құямыз. Одан кейін суы біткенше қуырамыз. Ішіне су құймаймыз. Еттің үстіне су құймаймыз. Еттің өзінің суы шығады. Тұздаймыз кішкене. Көп тұздың керегі жоқ. Бір шай қасықтай ғана тұз болса жетеді. Мына шығып тұрған суы көрсеңіздер, еттің өзінің суы. Жай астын қойып, осылай қуырып аламыз. Ет біткеннен кейін көп емес, кішкене беті қатқанша ғана қуырамыз. Беті ғана кішкене қату керек, жұмсақ болып тұрмау керек. Оның алдында біз осындай етіп күрішті пісіріп аламыз. Күрішті қайнап жатқан суға салып 5 минуттай қайнатамыз. Содан кейін алып суық сумен жуамыз да, осылай етіп сүзіп қойып қоямыз. Ішінде су қалмау керек. Мен осындай ыдыс алдым. Орнына сіздер қазан алсаңыздар да болады. Көргендеріңізде ішін жақсылап майлап аламыз. Одан кейін менің алғаным мына лаваш, армянский лаваш дейді. Осындай тонкий лаваш аламыз да. 2 лавашты алып, 2-2-ден бөлдім. Сол кезде менде 8 лаваш шықты. Ал мына жерге мен 7 лавашты салдым. Одан кейін түбіне күрішті салып, жақсылап басамыз, кәдімгідей қатты етіп басамыз да. Үстіне пиязымыз бен сәбізіміздің жартысын майымен қоса құямыз. Оның үстіне етімізді саламыз. Етімізді салып алғаннан кейін үстіне қайтадан осындай етіп күрішті салып, қайтадан басамыз қатты етіп. Егер де сіздер жақсы көрсеңіздер, бұл жерге курага, мейіз салуға болады. Бірақ менің семьям ондайды жақсы көрмейді, менің отбасым. Сондықтан салған жоқпын. Міне күріштің үстіне екінші рет қайтадан осындай етіп пиязымыз бен сәбізімізді, оның үстіне етімізді саламыз. Енді 150 грамм судың ішіне тұз саламыз. Күріште тұз жоқ, күрішті тұздамаймыз. Суды мен тұзды ертіп алу үшін бірінші 50 грамм ыстық су, одан кейін үстіне тұзды ертіп алғаннан кейін 100 граммдай суық су қостым. Сол суымызды күріштің жаңағы бетіне құйып шығамыз көргендеріңіздей. Енді мұқият қараңыздар, жақсылап лавашты жабамыз, әр бөлек-бөлек. Жаңа видеода көргеніңіздей лаваштың әр жерінде осылай етіп дұрыстап салуымыз керек. Жапқан кезде бәр жері бізде дұрыстап жабылуы керек. Мұны көріп тұрғандарыңыздай. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып, подписаться деген бөлімді басып кетсеңіздер, және қасындағы қоңырауды бассаңыздар, сіздерге бірінші келіп тұрады видео. Және егер де ұнағандарыңызды, ұнамаса, оны да білдіріп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздер егер де ұнаватса, үлпір қалдырсаңыздар, сіздердің уақыттарыңызды алмайды. Алмаған ол сіздерге жаңа видео іздеп, қандай видео ұнаса соны түсіруге шабыттандырады. Сіздер астында пікірде қандай видео көргілеріңіз келеді, соны жазып кетулеріңізге болады. Мен сіздерге түсіндіріп, рецептімен бөлісемін, сіздерге керек видеолармен. Міне көргендеріңізде майды бетіне жағамыз, және көбірек жағамыз, аз жағудың керегі жоқ. Сол сияқты ыдысқа да жақсылап жағамыз.
ыдысқа жай жағып қоймаймыз, осылай көбейтіп жағамыз, себебі лаваш жабысып қалуы мүмкін. Духовкамызды бұл мезгілде 180 градусқа қойып 5 минут ысып тұру керек. Енді біз бетіне жабуға осындай етіп торттың астын алдым. Сіздер басқа өздеріңізге ыңғайлысын алуларыңызға болады. Противенге енді осыны қараңыздар, жаңағы жапқанмен астына қарай саламыз, міне көргендеріңіздей аударып саламыз. Енді осылай етіп 180 градусқа 1 сағатқа пісіріп аламыз. Өте сондай әдемі мерекелік плов болып шығады. Менің қателігімді сіздер жібермеңіздер. Мен 1 сағат 10 минут ұстап қалдым. Енді алған кезде, тортты алған кездегідей бетін кішкене пышақпен көтеріп жіберсеңіздер, өзі түседі. Бетінде сәл жабысып қалған кезде көтеріп жіберсеңіздер пышақпен. Міне көріңіздер, өте қытырлақ, сондай дәмді. Лаваштың дәмі өзіне ерекше, басқаша дәм береді. Сондай болып шығады. Енді достар, мен сіздерге айта кетейін, егер де сіздер майлы плов жегілеріңіз келсе, бұл сіздерге менің рецептім жасаған бойынша ол ұнамауы мүмкін. Сондықтан маргаринді де 20 граммға және сұйық майды мен сіздер байқасаңыздар етке 2 ас қасық құйдым. Оған 3 ас қасық құюларыңыз керек. Бәрін де төменге описанияға жазып кетемін. Мен қанша салдым, қаншаға шейін салуға болатынын. Міне осындай болып шығады. Сіздер де жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар, мерекелік дастарханға жасаңыздар. Менің отбасыма ұнады. Сонымен бірге менің видеомнан, менің каналымнан сіздер әртүрлі басқа да рецепттер таба аласыздар. Менімен бірге видеоның ақырына шейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.